Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жеңіл дайындалатын варенье қосылған пирог жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майдың үстіне қант, бір жұмыртқа салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнымызға бір шай қасық разрыхлитель салып араластырамыз. Енді қоспаларымызды қосамыз. Ұнымыздың барлығын салмаймыз, жартысын салып араластырып аламыз. Кейін қалған бөлігін салып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, кішкене бөлігін алып қаламыз, оны пирогтың бетіне себетін боламыз. Үлкен бөлігін біздің формамызға орналастырамыз. Оқтаудың көмегімен немесе қолмен де жайсаңыздар болады. Менің формамның диаметрі 24 см. Қамырымызды формамызға орналастырдық. Енді вареньемізді дайындаймыз. Менде вареньемнің өріктері үлкен болғандықтан осылай блендердің көмегімен езіп алдым. Осының үстіне бір ас қасық крахмал салдым, яғни кукурузный крахмал. Біздің вареньеміз формасын жақсы ұстап тұруға. Егер сіздің вареньеңіз қою болса, онда кукурузный крахмал салмай-ақ қоюға да болады. Енді вареньемізді осылай қамырымыздың үстіне құямыз. Қалған қамырымыздың кішкене бөлігін осылай ұнға араластырамыз, жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде сізде видеодағыдай крошка пайда болады. Осы крошкалармен пирогымыздың бетіне сүйіп жабамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Дайын болып пісіп шыққан пирогымызды бөлме температурасында суытып, формасынан алып кессеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте жеңіл дайындалады. Ас болсын. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.